сәлем, сіздермен бірге KG. Бүгін бізде жаңа рубрика. Бұл жерде біз бір футбол клубының ойыншыларын құрамға жинаймыз да Division Rivals'та тексеріп көреміз. Ең бірінші видеоға мен Челси футбол клубын таңдадым. Бұл жерде 10 спешл карты бар, 2 кумир, Фрэнк Лэмпард және Джанфранко Зола, және де әлем чемпионаты геройы бар, ол Рикардо Карвальо. Осы құраммен 5 ойын өткізіп, қорытындысын сіздерге айта кетем. Кеттік. Мейсон Маунт, Кай Хаверц, 1-0. Джанфранко Зола, 2-0. Жақсы. Зола. Өкінішке орай офсайд. Бірінші победа бар. Викингтардың тамағы сияқты. Кепа. Нормально. Жарзиньо. Е-мое. Жарзиньо. Жарзиньо, елки-палки. Үште бір жасап. Үштен жасап. Бұл жерде пенальти. Әрине Фрэнки Лэмпард орындайды пенальтиді. 1-0 кеттік. Фрэнки Лэмпард. Кай, хорош. Хаверц, 2-0. Кова, хорош. Хаверц. Классный такой вообще. Үшінші ойын бітті, екінші победа бар. Төртінші. Зола. Қандай пас. Джеймс. Қандай гол, Рис Джеймс. Қандай пас болды. Хорош. Рис Джеймс. 3-0. Хорош. Фрэнк Лэмпардтың пасынан. Хорош. Хорош. Рис Джеймс. Кай Хаверц. 4-0. Хорош. Рикардо Карвальо. Нет. Ошибка yapıldı. Кепа. Ладно. Осымен біздің 5 ойын аяқталды Division Rivals'та. 3 жеңіс алдық, 2 жеңіс. Өкінішке орай 2 жеңістің екеуінде де 4-0 жеңілдім. Гол салынбады. Ал 30 кезінде 2-0, 3-0, 4-0 мен ұтқардым.
ұтқан болатын. Жоқ, 2-0, 3-1, 4-0 жатыспасам солай болды. Ойыншылар бойынша айта кетерім, Кай Хаверц жақсы қозғалады, тек өзіне ыңғайсыз моменттарда тепкен кезде гол кіру-кірмеу 50%. Ал сосын оң жақ аяғы оның нерабочий деп айтуға болады. Джанфранко Зола жақсы жүгіреді, дриблингі да жаман емес, бірақ физикасы өте нашар. Қазіргі уақыттағы защитниктардың барлығы спокойно итеріп тастайды. Рахим Стерлинг бұл ойыншы маған ойын басталған кезде ЭПК-дан түскен болатын. Выбордың ішінен жақсы жүгіреді, көп уақыт мен негізгі құрамамда ойнады. Әлі күнге дейін мен құрамамда жүр. Жақсы жүгіреді, тебеді, дриблингі да жаман емес, бірақ левый полузащитник рөлінде емес, более ол дейтін ЛФА немесе тап атакующий полузащитник рөлінде жақсы өзін көрсетеді. Фрэнк Лэмпард пен Матео Ковачич средний ойыншылар деп айтуға болады. Топ уровень әрине жетпейді. Ал Мейсон Маунт өзін жақсы көрсетеді тоже. Бұл ойыншы туралы мен айта кеткенмін басында. Рис Джеймс атакаға жақсы қосылады, дриблинг передачасы жаман емес, удары да жақсы, бірақ ол бұның основной позициясы емес. Бұның оң жақ қорғаушы карточкасын күтіп жүрмін қазіргі уақытта. Ал Цезар Аспиликуэта, Рикардо Карвальо және де Уэсли Фофана үшеуі де жақсы орталық қорғаушылар. Осы құрамның ішіндегі үш самый, былайша айтқанда, қымбат тұратындары және де ең жақсы ойын көрсететін ойыншылар. Кепа Аризабалага бұл ойыншыдан енді бұл карточкадан ешқандай қатты үміт болған жоқ, өзінің уровеньінде ойнады. Кейбір моменттарда жақсы тащит етті, кейбір моменттарда непонятный голдар жүріп қойған болды. Бұлай енді өзінің ценасы бұл максимум 1000 монет тұрады, өз бағасына жарайды. Осымен біздің рубрикамыз аяғына жетті. Ендігісін клубта жиналған пактарды ашайық. Бізде бір жерге пактар жиналып қалды. Пак бар екен, соларды ашып көрейік. Волкаут жоқ. Нико Мартинес жақсы. Алзашник, Гюнтер. Енді біздерде осындай 4 пак қалды, который жақсы ойыншылар беру керек. Набор с 8 игроками из Ла Лиги Фрик. Аш бірде Волкаут жоқ. Уругвай, ЦЗ, Хименес, Атлетико. Кавани бар екен, қалғандардың барлығы ИПК-ға кетеді. Набор 11 игрок 81+, содан кейін 10 игрок 83+, және де 5 игрок 84+, осыларды ашып көреміз. Ішінен РТТФ карта көрейік. Бұл жерде информ. Тавернияр. Прикольно. Артында Шесный, Анданович, Тонали, Паркин, Давид Дехе бар. Давид Дехе непродаваемый. Бұны пока что жібере тұрамыз, сумасын айтып қоямыз. Бұл жерде 83+10 игрок кеттік. Ешқандай волкаут жоқ. Франция, вратарь, Лорис. Все-таки волкаут бар. Шкринер, Менди, Муняин, все жақсы. Енді самый ожидаемый пак, 5 игрок 84+ кеттік. Ішінен все-таки РТТФ карта ұстаймыз екен. Бар, Германия, ФРВ, Воланд. Бұл жерде Мартинелли немесе Марсиальді күтуедім.
мен осындай фодерный доктор түсті. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Назар аударып қарағандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеле кетіңіздер және де комментарийға жазыңыздар, келесі рубрикада қай команданы жинайын. Рахмет көп.